Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қатпарлы қамырдан жасалынатын самса дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк қалдырсаңыздар болады. Менің каналымда қатпарлы қамырдың жасалуы жөнінде пост бар. Ендеше сол посттан қатпарлы қамырдың жасалу жолын қарасаңыздар болады. Алдымен қамырдың ішіне салынатын салмасын дайындаймыз. Оған бізге керегі асқабақ, жуа, тартылған ет, іш май қажет болады. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Дайын болған салмамызды қасықтың көмегімен араластырамыз. Дайын қамырымызды оқтаудың көмегімен видеодағыдай етіп жаямыз. Жайылған қамырымыздың ортасына салмамызды саламыз. Және де видеодағыдай қылып бөгеміз. Пешке салатын ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды жинап шығамыз да үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Самсаларымыз әдемі болып тұру үшін бетіне ақ және қара күнжіт септім. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Достар, самсамыз дайын болды. Самса қатпарлы, өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.